Сәлем достар, бүгін біз әдемі бір мелодия үйренеміз. Ол мелодия біз барлығымыз көрген дегендей классикалық мультфильм, классика дегенде барлығы көрген дегендей ғой. Шрек мультфильмдағы мелодияны үйренеміз. Өте оңай. Бірінші аккордтармен ойналады, тіпті сіздерге ойнап көрсетіп жіберейін. Өздеріңіз көріп отырғандай өте әдемі әрі оңай. Ал бірінші аккордтар қалай болады? Бұл жерде бар болған бізде 5 аккорд керек. Бірінші аккорд С аккорды. Екінші аккорд бізде АМ аккорды. Үшінші аккорд бізде F аккорды. F аккордын ұстай алмасаңыз проблема емес. Барес түрде қыса саламыз. Яғни F аккордын барес түрде баремен былай отырса, баре ұстамасаңыз да, мына соқ-соқ жібересіз, мына орында қалады. Оны апарасыз да бірінші латтағы бірінші струнаға қоясыз. Сонда F аккордына ұқсас сәл осының барес түрі шығады. Сонда былай ойнап беруге болады. Ал келесі F аккордынан кейін бізде мынау G аккордын бары ұстай алсаңыз, былай ұстай беріңіз, ұстай алмасаңыз, былай ұстаңыз. Тағы бір аккорд кездеседі, ол EM аккорды, ми минор. Ал бізде қалай перебор ойнап жатырмын? Бұл вальс стиліне сәйкес Шәмші Қалдаяқтың көптеген әндеріне кездеседі. Яғни, мысалы, С аккордын қыстым, енді қалай? Бесінші струнан бірінші ойнайым. Сосын, мына 3 саусақпен соңғы 3 струна, 1, 2, 3 соңғы струнаны 2 рет ойнайым. Сонда қалай? 5, 3, 2 рет ойнайым. 3 струнан. 5. Яғни осы перебор бізде 2 рет болады. Сонда қалай? С аккорд ұстадым міне. 2 рет. Көріп отырғанызда. Яғни әр аккордқа 2 переборда ойналынады. Аккордтарды текстімен бірге мен описанияға тастап кетем. Сол жерден көре аласыздар қай кезде ойнайтынын. Өте әдемі мелодия. Осымен бірге көптеген осындай мелодияларды салуға тырысамыз енді. Егер сұрақтар болып жатса, әндерге разбор керек болып жатса, комментарийге жазамыз. Және мен соны сізге ВК, Инстаның менің логиндарым комментарийде тұрады. Сол жерге жазсаңыз, мен кез келген әнге тегін әр разбор тауып беремін. Ал қандай мелодия сондай разбор керек болса, комментарийге жазып отырайық. Қош сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.